Бұл машинкада екі машинка бар. Әрі мінекей оверлок бар, және распашивальная машина. Сонда екі машина қосылып тұр. Сондықтан да мінекей мына бірінші сөзі К және Л, это значит оверлок және распашивалка. Бұл екі машинканы бөлек сатып алуға болады. Оверлокты бөлек сатып алуға болады, распашивалканы бөлек сатып алуға болады. Ал именно Janome-де осы модель екі машина бірге. Сондықтан да бұмен жұмыс істеуді жақсы түсініп, сосын барып сатып алу керек. Қараңызшы, мына жерде 5 ине бар. Тап қазір 1 ине, 5 ине. Бұл машинканың аты сол 5 инелік оверлок. 5 иненің бірінші маған жақын тұрғаны, мінекей 1, 2, 3. Бұл 3 ине. Распашивалканың инесі, міне распашивалканың. Ал распашивалкамен мен тіккім келсе, мен мына астында тұрған мына кнопканы жоғары қарай көтерем. Сол кезде бұл менде распашивальный машина болып кетеді. Ал осы 3 иненің ар жағында 2 иненің орнына арнайы орны бар. Бұл оверлок үшін. Егер мен машинаны оверлок ретінде пайдаланғым келсе, мен онда мына кнопканы төмен түсірем. Міне. Бұл машинкалерде пышағы бар, міне. Пышақты біз түсіріп тастаймыз, егерде бізге распашивалка керек болса, е. Распашивалканың да көрдіңіз ғой қандай түрлері бар. Оған пышақ керек емес. Пышақ керек, егерде бізге оверлок. Мына енді қараңыз. Распашивалка тіккен кезде мен мына пластинаны қоям. Бұл пластина распашивалка үшін, мінекей. Ал мынау тұрған ол оверлок үшін. Бұл шешіледі. Егерде былай тартсам, бұл алынады және распашивалканың пластинкасы киіледі. Осылай киіле қояды. Сөйтіп бұл распашивалка болып кетеді. Қазір біз қарастырамыз мына 2 инені. Біз қазір қарастырамыз оверлокты. Сондықтан да менде қазір мына 3 ине жоқ. Менде қазір бұл машинкамда тұр мына бірінші ине. Сол жағындағы ине тұр. Инелерді бұл оверлоктан ауыстыру үшін өздерінің арнайы мынандай кішкентай ғана шестиграннигі бар. Осы машиналардікі. Жоғалтпамаңыздар. Бұл инені ауыстыру үшін өте керек құрал. Қазір біз бұны пайдаланамыз. Енді қараңыз, астыңғы жақта менде міне инесі сол жағында тұр. Қазір мен 2 жіптік жұмысын көрсетемін. 2 жіптен тігу үшін, көрдіңіз ғой, Н дегенге қоямын. Р ол распашивалка, ол керек емес. Н-ға қоямын, міне Н. Бұның жаңағы өзінің арнайы сіздерде инструкциясы болу керек. Жоқ болса интернеттен скачать етіп, печаттап алуға болады. Қарайсыз. Міне жазылып тұр. Қазір қазақ тілінде де бар, е? Инені мен қазір пайдаланып тұр, міне сол жағындағыны. Әнде тұр. Мына сөз конвертер используется деген, ол мына конвертерді айтып тұр, қазір көрсетейін сізге. Мінекей, мынау конвертер.
Сонда сіз оның инструкциясын қарап оқисыз. Конвертері бар ма, жоқ па. Мына. Конвертер. Міне, екі жіптік оверлочный тігіс. Ине менде қазір сол жағында тұр. N-ге қойдым. Конвертерді пайдаланып жатырмын. Және жазып қойған. Қай түсті пайдалануға болады, және нешемен тігуге болады. Мынаны бұрайсыз. Өз кітабыңыздан қарайсыз, потому что қазір әркімнің машинасы әртүрлі. И менде міне тігілген түрі. Қазір мен сіздер үшін тағы да екі жіппен тігілген түрі қазір көрсетіп жүрем. Светі жанып тұр. Көрдіңіз бе, пышақ киіп жатыр. Егерде ине сол жағында тұрса, көрдіңіз бе, бұның жалпақтығы неше миллиметр болып тұр. Тексеріп жүрейін. Неше миллиметр екен жалпақтығы. Жалпақтығы, қараңыз. 0,8 миллиметр. Енді инені егерде мен оң жағына қойсам, жалпақтығы азаяды. Қазір көрсетейін сізге. Мына. Мына босаттым, шығардым инемді. Екіншісіне кіргізем, астына қараймын. Екіншісі. Мына екі болтикті. Мына босаттым. Жақындатып көрсетейін. Мінекей. Мына 1, 2. Осы оверлоктікі. Мына үшеуі распашивалканікі. Оған қарамаңыздар. Қазір біз тек қана оверлокпен жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан да болашақта сіз сатып алғанда ойлаңыз, бұл сізге ыңғайлы ма? Оверлок қылуға, қайтадан оны распашивалка қылуға. Мына инені ауыстырдым. Қазір жалпақтығын көрейік. Мына жерде менде 0,8 болды ғой. Енді қараңыз жалпақтығы қандай. Сондықтан да тігерден бұрын 5 миллиметр. Сол жақ иненің жалпақтығы, міне, оң жақ инені қойсаңыз, жалпақтық қалай өзгереді. Сол жағы инені оң жаққа ауыстырдым, міне осылай. Енді қазір 3 жіптікті көрсетем. Бұл 2. 3 жіпті сабақтау үшін қараймыз.
міне жазып қойған. Инені оң жағында таңдауға болады, сол жағында таңдауға болады. Менде оң жағында тұр инем, тұра берсін. N-ге қойдық, міне. N, мына ақ N-де тұр. Қараңыз, конвертор не используется дейді. Оны алып тастайын енді. Міне. Конвертор. Мен оны оверлоктың осы жеріне алып қоям. Жоғалып қалмасын деп. Сіз болашақта оны қай жерге сақтайсыз? Коробкаға де салып қоюға болады, иә? Менде осылай тұра тұрсын. Енді сабақтаймыз. Қараңыз. Барлық оверлокта сабақтаудың жолы көрсетіледі. Мысалға менде қараңыз. 1, 2, 3 жіпке сабақта деп жазылып тұр кітабында. Мына өткіздірдім. Барлық оверлокта суреті бар, қалай сабақтау керектігін. Қазір көрсетейін сізге. Қараңыз. Мына. Мына суретке қарасақ, мына. Және жасыл түспен белгілеп қойған. Мына жерде менде қазір свет көрінбей тұр. Мынау менде жасыл түс. Жасыл түске былай кіргіземін. Пинцетсіз істеу мүмкін емес. Пинцетпен жұмыс істейміз. Мына жасылды өттім. Мына оң жақта тұрған маховик дейді. Маховикті бұраймын да. Мына көрдіңіз ғой, жасыл түс. Жақындатайын видеоны. Міне, осылай кіргізіп жібердім. Енді суретіне қараймын. Міне кіргіздім. Және мына тұрған мінекей тесікке кіргізіп жіберемін. Ол үшін жіпті 2 қаптаймын. Пинцетпен кіргізіп жіберемін. Міне. Жіпті шығардым. Бұл менің 3 жіптікке дайындағаным. Енді матаға тігіп көреміз. Мына жерде натяжениялар тұр. Жіптерді қалай нешеге қоюға болатындығы. Мысалға 4, 3,5, 3,5 дейді. Мен де машинама қараймын. Кейде ол кітапта жазғаннан басқаша да настройка жасап жіберемін, өйткені қараңызшы, шығып кетіпті мына жері. Егерде осындай шығып кеткендер болса, бұл дұрыс тікпейді. Қазір тексеріп көрейік. Жіппен 2 жіптің келісін қазір салыстырамыз. Үш жіп. Машинасы кей жерінде секіріп тұр, көрдіңіз ғой? Енді қарайық. Суретіне қараймыз. Суретінде көрсетеді.
балансты қалай жасау керек. Баланс үшін олар түсіндіріп жатыр. Қай жіпті тартқан дұрыс. Мысалға қараңызшы, мына менде қара жіп, жасыл мен сарыны қосып тұрды. Қараймыз. Жалко, что цветной емес. Бірақ біз қарай аламыз. Әлде несін өзгертуге болады, қарап отырмын. В общем, баланстарды тартуға өзгертуге болады, егерде тігіс ұнамаса. Екі жіптікпен салыстырайық. Мына. Екі жіптік, үш жіптік. Артын қараймыз. Негізінде үш жіптікті реттеу керек. Мен былай ойлаймын, мына қара жіпті түсіруге болады мына сарының деңгейіне. Ол үшін балансировканы өзгерту керек. И уақыт бөліп әдемілеуге болады. Бірақ олардың суреттерінде астыңғы жіпке түсіруге болады екен. Қазір мен түсіріп көрейін. Мысалға, мысалға мынаны біз 4-ке қойып көрсек, 4. Так, камераны көтерейін. Мына 4-ке қойдым. Жасылды 3,5-ға, қызылды 3,5 немесе 4 деген. Тағы да тігіп көрейік. Ар жағынан қарайын. Қараңызшы, натяжениедан өзгерді. Қазір көрсетемін. Мына. Мынау енді құсап тұрған сияқты. Мына 3 жіптік осылай болу керек. Кітап бойынша натяжениесін дұрыстап отырған дұрыс онда. Бұл енді мен қазір көрсетемін сіздерге келесі тігісін. Мына жерде суреті тұр. Ролевой шов дейді. Ол үшін шамалы жұқа жібек мата алайын. Сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін мен алдын ала тігіп, дайындап тексердім. Қараңыздар. Жіптің иненің 10 жағын пайдаланып жатырмын. Р деген переключательге қойдым. Мінекей сіздер уже көрдіңіздер. Бұл машинада N және R деген бар. R-ге қоямыз. R не үшін керек? Потрубочный шовта оны ол бүйтіп бұрып айналдырып жібереді. Қазір, мен сіздерге потрубочный шов дегенді көрсетіп жатырмын. Міне. Двухниточный ролевой потрубочный шов. Ол не үшін керек? Ол мына матаның мына шетін, бұл тігіс, мына матаның шетін қайырып, осыған оверлок салып береді. Потрубочный шов деген сол. Мінекей конвертер используется дейді. Мына жерге мына конвертерді салдым. Конвертер салынды. Және былай жазып қойған. Тігіс әдемі болу үшін используйте текструированную объемную нить дейді. Ондай жіп, міне қараңыз. Мына жіп, бүйтіп жақындатайын. Бұндай жіптерді
нижний петлительге салады. Бұл жіптің простой жіптен айырмашылығы, ол жақындатып көрсетейін, эластичный. Худи тіккенде, трикотажбен жұмыс істегенде бұл жіп жақсы. Қараңыз. Состав шамалы мінекей аралары ашылады. Көрдіңіз бе? Мінекей шашақталып тұрған сияқты. Бұл жіпті осы үлкенірек томпиып әдем болып тұру үшін керек. Ал мынау кәдімгі ине жіп, инеге пайдаланамыз. Мысалы, мен инеге осындай жіп салдым. Ал ол жіптің аты мінекей мынандай. Качественная швейная нитка худи дейді. Наилучшие качества. Ал енді мен сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін өзім тігіп тексердім. Маған нәтижесі ұнап тұр. Қараңыз. Егерде мен бүйтіп жақындатсам, сіз тігіске қараңызшы. Ол әрі қиып жатыр, әрі ар жағында оны бұрып. Енді қарайық. Мына подрубочный. Бәрін енді сіздер түстес қыласыздар ғой. Көрдіңіз бе? Бұл астындағы матаны қайырып тігіп отыр. Ол үшін мен мына 10 жақтағы жіптердің арақашықтығын міне 1,5-ға қойдым. 1,5. Мысалға, нормальныйдан 1,5-2-ге жақындатып қойдым. Не үшін? Мына тігістердің арасы бір-біріне жақын болсын деп. Бұны қай кезде пайдалануға? Көрдіңіз ғой, міне жеңіл маталарға, егерде шеттерін қараңызшы. Бұны ойланамыз қалай тігуге. Әрине, мен сізге тағы да басқа шовтардың тігістерін көрсетемін. Бірақ қазір біз именно осы аверлоктың мүмкіншіліктерін көрсетіп жатырмын. Ұзын жазғы көйлектерді бәрін қайырып шығуға өте әдемі. Ар жағынан сәл, мінекей мына жағын сәл итеріп отырам, көмектесіп. Осылай керек емес маталарға бірінші жаттыққан дұрыс болады. Осылай әдемі, жазғы көйлектердің астын қайра салуға әрі өзі қайырып береді. Бұл подрубочный шов. Ал енді біз қазір мына тігісті қарастырамыз. Бұл өтте 5 жіптік тігіс әрі аверлок. Енді аверлоктың мына түрін көрейік. Қараңыз. Тігіс және аверлок. Ол үшін қараңыз. Иненің 10 жағын пайдаландық. Аверлоктағы, мысалға мына жоғарғыда ол аверлок. Ал распашивалканың ортаңғы инесін пайдаландық. Мінекей менде қазір сол инелер тұр. 2 ине тұр. Аверлок және распашивалка. Қараңыз, N-ге қойдым. Мына N. Конвертер используется. Конвертер орнында тұр, мынау тұр. Қараңғы болса, жақындатып көрсетейін. Мынау конвертер. Енді конвертер бар. 5 жіптің 4-еуін сабақтадық. Ал 5-шісінде конвертер тұр. Қандай натяженияларды қандай қою керек? Мінекей 4, 1 конвертер, 5-5, 7-5 қып мен қойдым. Мінекей мыналарды 4, 1 конвертер тұр, 5-5 және 7-5.
Міне 7-де 5. Енді сабақтаймыз. Міне соңғы жібімді тартамын. Мына суретіне қараймын. Мына суретіне қараңыз. Міне соңғы жіп қалай сабақталу керек. Осыған қарап сабақтаймын. Бұл оверлоктың бір жақсы жері, қазір мен сіздерге көрсетемін, көмекші сабақтағыш жіптері бар. Міне. Бұл оверлокты алғанда, конечно, адам ойлану керек, потому что без конца мына кейде өзім ұмытып кетемін. Бұны я көтеру керек, я түсіру керек деген. Мінекей, мына жерде қоңыр түспен белгілеп қойған. Сол қоңырмен жүрем. Менің жібім көрінбейді, жібім де қара болып тұр. Және сабақтап жатқанымда қара болып тұр. Мына қараңыз, біздің жұмыс мінекей мынау шықты. Міне басы. Камераны жоғарырақ көрсетіп, жақындатып көрсетейін. Міне кіріп кетті, міне шықты. Осыған, осы жіпті сабақтау үшін қараңызшы, міне көмектескіш ар жағында. Міне. Мен оверлокты шамалы бұрайын. Міне. Әлде де көрінбейді. Әлде де көрінбейді. Мынау тұр. Мен ойлаймын, сіздер оверлок сатып алғанда, магазинде бұны үйреніп алғандарыңыз дұрыс. Ақшаны төлерден бұрын. Мына жоғарғы тұрғанға мына жіпті ілу керекпіз. Осыған. Сол кезде ол бізге көмектеседі әрі қарай. Қараңыз, мен қалай оны істеймін. Былай қойып қояйын. Мына жіпті алып келемін. Қараңыз, міне. Жіпті соған бірінші ілем. Пинцетпен, міне ілдім. Енді артқа қарай апардым. Әлі ілген жоқ. Көрдіңіз ба? Ол ілді. Так, үзіліп кетті қайтадан. Міне. Жерде қалай көрсетсем екен. Міне. Осыған мына жоғарғы жағын көріп тұрсыз ғой. Так, камераны түсірейін. Осыған ілу керекпін. Жібімді соған ілемін. Так. Маған камерадан ыңғайсыз болыпты. Жақындайын шамалы. Мына ілдім. Мына ілінді. Осындай көмекшісі бар. Осы оверлоктардың. Соны сіздер пайдаланыңыздар. Әрине кітабын дұрыстап оқу керек. Сатып алардан бұрын қаншама қазір машина сататын жерлер үйретіп жатады. Алардан бұрын. Так. Жақындатайын. Көрінбейді әйтпесе. Мына кіргіздім. Көріңіз, тартылып жатыр. Жабамыз. Керек емес матаға бірінші тексеріп көрем. Ұнамай ма, тігісі.
N-де тұр. Дұрыс сабақталмаған сияқты. Жоғарғы жібім шығып кетіпті, қараңыз. Мінекей оверлок жүріп кетем дегенше, осындай моменттер болады, енді амал жоқ. Сондықтан да асықпай отырып бірінші үйренген дұрыс. Оборудованиемен танысқан дұрыс. Жібім қалыңдау, ине жіңішкелеу болып тұр. Қазір сабақтап алайын. Жібін ауыстырып жібердім. Бұл тігіс жақсы. Трикотажный заттарға. Көйлек простой маталарға да жақсы. Бірден оверлок және тігіс береді, қараңыз. Тігіс және оверлок. Егерде тігістің ар жағын қарасақ, мынау тігіс, бір өрілген тігіс болады ғой. Менде мына жіпті оверлокты ауыстыруға болар еді. Мына бір моно жіпке ұқсайтын жіп. Ал егерде мен оны ауыстырсам, мынаның тігісі сізге одан да әдемі болып көрінер еді. Бірақ міне осы тігіліп тұр 4 жіппен. 1, 2, 3, 4 жіппен. Бірден тігіс және оверлок. Енді распашивалканың мына екінші қатар, ол бізде распашивалка. Мен қазір көрсетейін сіздерге. Біз қазір тігіп көреміз. Міне. 3 жіппен де, 2 жіппен де. Бұл трикотажный маталарға жақсы. Бұл тігіс. Вообще распашивалканың бәрі трикотажныйларға жақсы. Ауыстырдық мына пластинаны. Жаңа оверлоктан алып тастап, мынаны қойдым. Осылай алынады. Осылай салынады. Жіптердің бәрін сабақтадым. Мына қағазға қарап, инструкциясына қарап. Инструкцияда айтады. Рычагты R-ге қой дейді. Мінекей мен R-ға қойдым. S-ге өзгерт дейді. Мінекей мына астында тұрғанды төмен қарай түсірдім. Міне суреті де бар, қалай түсіру керек. Бұндай жақсы плоский шов шығу үшін қараңыз. Қатарынан 3 инені қойдым. 1, 2, 3. Мынау балансты дұрыстадым. Бірақ мен түсінгенім, бұл баланс матаға да байланысты. Сондықтан да керек емес матаға бірінші сіз көру керексіз. Әрі-бері. Ұнай ма ол, ұнамай ма? Қай жіп тартып тұр, бәрін тексерген дұрыс. Қазір бізде тігіп көрейік. Мысалға мына да 3 жіп. 3 жіп, артын қараймыз. Артында бір оверлок. Егерде мен қазір бір жіпті алып тастасам, менде 2 жіптік болып қалады. Енді мен көтерейінде мысалға мына
жасыл жіпті кеп тастайын. Міне. Енді менің тігісім 2 жіптік болады. Қараңыз. Қазір жақындатып көрсетейін. Міне 3 жіптік. Міне 2 жіптік. Астыңғы жіпке қойдым стрейч жіпті. Стрейч жіп. Енді мына қараңыз. Футболкалардың астын қайыруға ыңғайлы. Бұл тігістің аты плоский шов дейді. Плоский трехниточный шов, я болмаса плоский двухниточный шов. Мына оверлоктың осындай өте жақсы мүмкіншіліктері бар. Әрі оверлок, әрі распашивалка.